Бүгін Сарыөзек гарнизонының 12-740 әскери бөлімнің құрылған күнде 79 жыл толуына орай салтанатты шара өткізілді. Бөлімнің тарихы 1945 жылғы 15 қазаннан басталған 21 танк батальоны болып құрылғаннан. Содан бастап бірнеше штаттық өзгерістер енгізіліп, қазіргі таңда оңтүстік өңірлік әскерлері қолбасшылығының жауынгерлік әзірліктегі механикаландырылған бригадасы болып табылады. Аталған іс-шараға қарулы күштердің ардагерлері, ауған соғысының ардагерлері қатысып, жеке құрамды марапаттады. Жеке құрам осы уақытқа дейін бірнеше оқу-жаттығуларға қатысып, атап айтқанда Айбалта, Батыл тойтарыс оқу-жаттығуларға қатысып, үздік жағынан өзін көрсете білген. Сонымен қоса, бітімгершілік операцияларға қатысу үшін бөлімнен әскери қызметкерлер іріктеліп, қазіргі таңда дайындалуда.